Қайырлы күн, құрметті ұстаздар. Педагогтердің білімін бағалау тестіне дайындық 2025 жылғы жаңа сұрақтар. Бұл шығарылым мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың әдістемесіне арналады. Дайындық материалдары қажет болса, төменде көрсетілген сілтеме арқылы өтіңіз. Және де алдыңғы бөлімдерді менің арнамнан көре аласыздар. Бірінші сұрақ. Адам денесінің қозғалысына әсер ететін сыртқы күштер. Дұрыс жауабы сыртқы орта, су, ауа, құм. Екінші сұрақ. Балалар ересектердің еңбегін бақылайды, мүмкіндігіне қарай күтушіге, аулы сыпырушыға көмек көрсетуді ұйымдастырады. Дұрыс жауабы 5 жаста. Үшінші сұрақ. 4 жаста қалыптасатын тілдің грамматикалық құрылымы. Дұрыс жауабы салалас және сабақтас құрмалас сөйлемдерді үйлесімді құрастыра алады. Төртінші сұрақ. Байланыстырып сөйлеу тілі. Дұрыс жауабы диалог, монолог. Бесінші сұрақ. Мектепке дейінгі балалардың дене тәрбиесінің негізгі міндеті. Дұрыс жауабы балалардың жас ерекшеліктеріне сәйкес білім, білік, дағдыларын, рухани адамгершілік құндылықтарын қалыптастыру. Алтыншы сұрақ. Отбасы мүшелері туралы әңгімелейді, оларға өзінің қарым-қатынасын білдіреді. Дұрыс жауабы ересек топ балалары. Жетінші сұрақ. Көп, біреу, бір-бірден, бірде, біреу жоқ ұғымдары туралы түсініктері қалыптасады. Дұрыс жауабы ортаңғы топта. Сегізінші сұрақ. 7-ден 10-ға дейінгі сандар мен цифрлар туралы ұғымдары қалыптасады, оларды таниды және атай біледі. Дұрыс жауабы мектеп алды тобында. 9-шы сұрақ. Кіші топ балаларының қоршаған ортаны танудан танымдық дағдылары. Дұрыс жауабы ересектердің көмегімен қарапайым құрастырымдарды құрастыра біледі. 10-шы сұрақ. 3 жастағы балаларды еңбекке баулу үшін берілетін тапсырма сипаты. Дұрыс жауабы қамқорлық, достық, өзара қарым-қатынасқа көңіл бөлінеді. Құрметті әріптестер, осымен кезекті бөлім аяқталды. Егер де видео сабақ пайдалы болса, арнаға тіркеліңіз, пікір жазыңыз. Келесі бөлімде кездескенше.